сіздің әдістемелік құралыңыз таптырмас деп ойлаймын. Таптырмас құрал болып бізге өте қуанып отырмын. Абайды оқыту, абайды таныту, жаңағы сіз өзіңіз айтып отырсыз, Ләззат Байышева ұстазым деп ол кісіні білеміз енді. Танимыз сырттай, өзінен сабақ алмасақ та, сіз бақытты екенсіз Ләззат Байышқызынан сабақ алғаныңыз. Жалпы сіздің осы жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Сіздің жаңағы әдістемелік құралыңызды біз алар едік. Абай жолын оқыту 10 сыныптан бастап оқытам дегеніңіз ойға қонымды екен. БЖБ-да сұрау, тест арқылы жаңағы мәтін беріп, мәтінмен жұмыс жасауға да курсына да пайдалануға бізге жақсы. Маған ұнап отыр негізі. Абай десе мен де ішкен асымды жерге қоям. Абайды оқыту балаларға, жалпы абай енді әлем деңгейіндегі танымал ақын ғой. Әлемде 90 мемлекетте ескерткіші бар абайды, бірақ біз соны балаларға танытуымыз керек. Абайды тану арқылы біз өзіміз танимыз деп ойлаймын. Әсіресе мына қара сөздері, 7-ші қара сөзі, 6 сыныпта 7 бар, 1 бар, сосын 32 ғой деймін, 31 ме 32. Рахмет, сізге сәттілік тілейміз.